ғарышқа саяхат жасайық. Кәнеки бәрің бейне таспаға назар аударыңдар. Аға, қараңыз, жұлдыз жанып өшіп, жылжып барады. Ол жұлдыз емес, ұшақ қой. Қандай керемет! Менің де ұшқым келеді. Онда саған ұшқыш болу керек. Жоқ, ұшақпен емес, қыз секілді қалықтап ұшқым келеді. Ұшақпен емес, сен ғарыш кемесімен ұшатын ғарышкер бол. Сонда кеме ішінде қалықтап ұшып жүресің. Шын ба? Ғарышкерлер кеменің ішінде қалайша қалықтап ұшып жүреді? Жер бетіндегі барлық заттардың салмағы болса, ғарышта ешбір заттың салмағы болмайды. Сондықтан да қалықтап ұшып жүреді. Ғарышкерлер қандай бақытты жандар. Иә, осындай бақытқа ие болған алғашқы ғарышкер Юрий Гагарин. Ол 1961 жылы 12 сәуір күні Қазақ жеріндегі Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшқан. Қалықтап ұшып жүріп, қандай керемет деп тамсанған шығар. Дәл таптың. Тек Гагарин қалықтап ұшқанына емес, ғарыштан жердің әдемілігін көріп, қандай керемет деп тамсанған. Ғарыштан жер қандай болып көрінеді екен? Жер ғарыштан әдемі, көгілдір шар болып көрінеді. Жер ауасы мен суы бар, тіршілігі бар, жасыл желек жамылған жер планетасы ғана. Сондықтан оны көгілдір планета деп атайды. Осыншама ғаламат нәрсенің ең болмаса бір бөлшегін көру үшін ғарышкер болғым келеді. Қазақ халқынан шыққан ғарышкерлер бар ма? Әрине, Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев қазақ халқының тұңғыш ғарышкерлері. Сонда мен ғарышкер болсам, қазақ халқынан шыққан алғашқы ғарышкер қыз болады екенмін ғой, иә? Жақсы балалар, осымен біздің ғарышқа саяхатымыз аяқталды. Сендерге ұнады ма? Балалар, үйге тапсырма. Маған осындай сурет салып жіберіңдер. Сау болыңдар балалар.